Қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет алма қосылған шарлотка пирогын дайындайтын боламыз. Пирогтарымыз өте нәзік әрі дәмді болып шықты. Бір шай ішкенде жоқ болып кетті әрине. Өте дәмді болған соншалықты. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Ұнайтынына 100% сенімдімін. Және менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен құрғақ заттарымыз ол ұнымызды қопсытқыш қосып, бір шетке алып қоямыз. Ұндарыңызды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Құрғақ ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарып саламыз. 4 жұмыртқамызды салып, үстіне шым-шым тұзымызды саламыз. Және миксердің көмегіменен жай жылдамдықтан бастап араластыратын боламыз. Толық рецепті төменде описание бөліміне қалдырып кеттім достар. Сол жерден көбейтіп, немесе қарап жасай берсеңіздер болады. Енді үстіне қантымызды аз-аздан сала отырып, миксердің жоғарғы жылдамдығын қосып, жақсылап массамыз егеселенгенше, яғни ағарғанша араластырып алатын боламыз. Өте жылдам дайын болады достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне массамыз ағарды және екеселенді. Енді бір шетке қалдырып қойыңыздар. Келесі кезекте алмаларымызды дайындайтын боламыз. Алмаларды көп болған қаласаңыздар, 5-6 алма қоса берсеңіздер болады. Мен 2 алманы ішіне қостым, 1 алманы бетіне қойып шықтым. Осылай керек емес жерлерін барлығын жақсылап тазалап аламыз. Ішіне салатын алмаларымызды 4 бұрышты етіп турап шықтым. Ал бетіне қоятын алмаларымызды ай тәріздес формада турап шықтым. Барлығын осылай турап алдық. Енді дайын болған алмаларымызды жұмыртқалы массамызға салып араластыратын боламыз. Құрамына көп затты қажет етпеді достар. Өте оңай жасалады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Ұнымызды енді аз-аздан сала отырып, осылай лопатканың көмегіменен төменнен жоғары қарай араластыратын боламыз. Бисквиттеріміз отырып қалмауы керек. Міне барлығын араластырып алдық. Енді формамызды дайындайтын боламыз. Осы уақытта духовкаларыңызды 180-170 градусқа қосып қойсаңыздар болады. Формамызды диаметрі менде 24 см. Ішін жақсылап майлап алдым. Міндетті түрде майлап алыңыздар. Және барлығын құйып, тегістеп шығамыз. Немесе 1-2 рет ұрғылап жерсеңіздер болады. Осылай мен барлығын жайып шықтым. Енді бетіне алмаларымызды қойып шығатын боламыз. Міне дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қызып тұрған духовкада 30-35 минут пісіріп алатын боламыз. Пирогтарымыз пісіп шықты, өте биік болып пісіп шықты, және өте нәзік болып шықты. Бетіне қант ұнтағын сеуіп шықтым. Пирогтарымыз одан сайын әдемі болып, және одан да тәтті болып, дәмді болып шығатын болады. Достар, менің каналыма жазылмаған болсаңыз, подписаться басырмасын басып, жанындағы қоңыраушаны баса кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецепттер болады. Сіздер бірінші болып қарайтын боласыздар. Міне пирогтарымыз осылай әп-әдемі дайын болып шықты. Енді кесіп көрсетейін. Арасы қаншалықты толықтай пісіп шыққанын көретін боласыздар. Өте нәзік кесілуі. Жұмсақ болып, әдемі болып көтеріліп, пісіп шықты. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздерге де аз болсын достар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.